Қызыл алаңда екінші дүниежүзілік соғыстағы жеңістің 80 жылдығына арналған әскери парад өтті. 5 мыңнан астам әскери қызметші сап түзеп, оның ішінде арнайы әскери операцияға қатысқан 5 мың сарбаз да болды. Шеруді қорғаныс министрі Андрей Белоусов қабылдап, құрлық әскерлерінің бас қолбасшысы армия генералы Олег Салюков басқарды. Шетелдік қонақтар қатарында қ.қ. төрағасы Си Цзиньпин, Бразилия, Венесуэла, Сербия, Словакия және Орталық Азия мемлекеттерінің басшылары бар. Ресей қарулы күштерімен бірге Әзербайжан, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Қытай және өзге достас елдердің құрметті қарауылдары өтті. 34-тен бастап Ярс кешеніне дейінгі 200-ге жуық техника және Герань-2, Орлан-10, Ланцет дрондары көрсетілді. Әуе бөлігін Су-34, Су-57 және Ту-95 ұшақтары түйіндеді. Президент Владимир Путин нацизмді жеңген буынға тағзым етіп, қонақтарды 1 минут үнсіздікке шақырды. Қалада күшейтілген қауіпсіздік шаралары енгізіліп, 8-11 мамыр аралығында біржақты бітім жарияланды. Парадқа батыс елдерінің өкілдері негізінен қатысқан жоқ. Польша, Ұлыбритания мен Германия бұл шешімді сынады. Парадтан кейін делегациялар белгісіз жауынгер бейітіне гүл қойды. Ал кешкі 22:00-де Мәскеу аспанын 10:00 отшашу жарықтандырмақ.